Біз бұл сабақта бұйырса жаңа ұғыммен, жаңа терминмен танысамыз, ол объектілер. Объектілер негізгі қазіргі қарасаңыз көптеген программинг тілдерінде жаңағы JavaScript алыңыз, TypeScript алыңыз, C#, Java сияқты тілдерді алатын болсаңыз, бұның барлығында объектілер деген ұғым термин бар, иә. Және осының негізінде шаблон проекттерін құрылған болатын. Оның аты объектоориентированное программирование. Не үшін бұны қазіргі таңда бұны бар, не үшін қазір қолданып жатыр, не үшін бұл қазіргі таңда программалау тілдерінде енгізілді? Бұл өте қарапайым жауабы. Бұны негізінде әлемнен алынған. Қазіргі кез келген мысалы әлеммен ұштастыратын болсақ, өмірмен ұштастыратын болсақ, адам, мысық, ит, кітап, жаңағы, сіздің телефоныңыз болсын, бұл яғни әлемнің көзімен қарайтын болсақ, бұл яғни объектілер. Және сол ұғымды алып программирование тіліне енгізді. Адам, мысалы ретінде адамды алатын болсақ, бұл жеке объект. Оның сипаттары, қасиеттері болады. Адамның қандай қасиеттері бар? Оның жасы бар, оның аты болады, Серік дегендей, оның жасы 30-да, үйленді, үйленбегі деген көрсеткіші, жаңағы үйленді, қанша баласы бар, қайда оқыды, қайда жұмыс істейді сияқты әртүрлі оның сипаттары мен қасиеттері болады. Тура осы ұғыммен программирование енгізді. Енді өзіміздің алғашқы объектіні құрып үйренейік. Ол үшін қандайда оны жасау үшін JavaScript тілінде не білу керек, соны біз кодта жазып үйреніп танысайық. Достар, көріп тұрғанда біз мына жерде объект деген папка аштық, және осының ішіне index.html деген файл құрып, мына жерде біз өзіміздің скриптті байлап қойдық. Міне main.js-қа кіріп, өзіміздің алғашқы объектіні құрайық. Мысалы ретінде let person, адам. Объектіні құру үшін фигуралы жақшаны ашып жау керек. Бұл дәл қазір біз өзіміздің алғашқы объектіні құрдық. Бұл объектінің ішінде ешқандай сипат қасиет жоқ. Яғни сол үшін бұл пустой деп атасақ болады. Ол бос объектіні. Ары қарай бұл объектінің ішіне айнымалыны қалай құрдық, тура солай жазсақ болады. Бұл жердегі бір ғана айырмашылық. Мысал ретінде сол жақтан сіз name деп қосаңыз, оның яғни айнымалының аты name, мына жерде, оны двое точка кетеді, қос нүкте кетеді. Ары қарай бұл айнымалының мәні кетеді. Мәні ретінде Серік деп қосақ болады. Міне біз өзіміздің алғашқы объектіні құрдық, person, оның ішінде алғашқы сипат, свойствоны жазып үйрендік. Мына свойство ол екі нәрседен тұрады. Бұл яғни қасиет екі нәрседен тұрады. Бірінші, сол жақта көріп тұрғандай оның кілті, және оң жақта оның мәні, достар. Кілт ол string форматында болады, ал мән кез келген форматта болады, кез келген айнымалының типінде бола алады. Мысал ретінде қараңыз, біз age деп қойсақ болады. Age қанша? 30-да. Мінекей біз мына жерде өзіміздің age қалды string типінде, ал бірақ 30 ол біздің сан типі. Сол сияқты мысал married, үйленді, үйленбеді деген сияқты бұл адамның көрсеткіші. Үйленді, true деп қосақ болады. Міне достар, біз өзіміздің алғашқы объектіні жасадық, оның ішінде үш айнымалыны теріп қойдық. Демек, біз осы person.name деп арқылы біз өзіміздің осы объектінің ішіндегі айнымалыға доступ ала аламыз. Алғашқы айнымалымыз дайын, оны көру үшін мысал ретінде console.log, мысалы person деп қосып болады. Адам деп қойып қазақша тілінде, мына жерде сол айнымалға person. Ал тексеру үшін браузерге барып ашсақ болады. Көріп тұрғандай бұл адам, оның аты бар, міне аты, оның жасы және үйленді, үйленбеген деген көрсеткіші бар.